сағындым, оны қатты сағындым. Алан бауырсан, сендер мен түсінесіңдер ме? Жаным, жететенді жабемек суаған сайын өзімізге ау теп жатық. Түсінеміз сендерді. Оны сағынған тек қана сендер емес. Бірақ ол бізді тастап кеткенін ойласам, жаным жай таппай кетеді. Алло? Иә, тыңдап тұрмын. Оу, айлық түсті ме? Жақсы болды ғой. Қазір барсам болады ма? Жарай, онда жақсы болды. Қазір келем мен. Алан, балауса, Нұрай. Таңғы астарын дайындадым. Өздерің салып ішерсіңдер, иә? Мен кеттім. Нұрай, балауса, Нұрай, не істедім мен, балауса, Нұрай, көзіңді ашы, жаным, көзіңді ашы, балауса, не істедім, Алан, балам, Алан, көзіңді ашы, Алан, не істедім, Алан, балам, көзіңді ашы, Алан. Нұралы Шерхан, папа сендерге қалаға көшу туралы ештеңе айтқан жоқ па? Соқ, бірақ алдында барлығымыз отырған кезде айтып еді ғой, кішкене шыдаңдар көшеміз деп. Ачы не болды? Ол не үшін ұнамайды сендерге? Көзіңді ашып қарасаңшы, Шерхан. Айдалада қызықты ешнәрсе жоқ. Оның орнына мен қалаға барып дамығым келеді. Ал маған осы үйде тұра берген ұнайды. Басқа жаққа барғым келмейді. Алина, сен біздің асымызға келгенде сен де бізді түсінетін боласың. Сен әлі кішкентайсың. Меніңше сендердікі еркен сөз сияқты. Ал егер ертең қалада ұнамай қалса, қай жаққа барасыңдар? Ой, Алина, сен ондай ақыл айтатын жасқа келген жоқсың әлі. Не болған сендерге? Әшейінде шулап отыратын едіңдер ғой, бұртиып. Ештеңе. Ұрысып қалдық. Неге? Олар қаланы айтып қоймады. Ал біз Шерхан екеуміз ауды жақтап едік. Жапшы аузыңды. Қызым, сіңіліңе олай сөйлеме. Ой, өмір осылай сөйлейді. Енді Айсұлудікі де дұрыс қойма, ауылда еш қызық қалмады. Ешқандай да дұрыс нәрсе көріп тұрған жоқ мен мына жерде. Мұнда не болып жатыр? А? Қалайсың, жақсысың ба? Сол балалар жай әшейін. Айтпақшы, керемет жаңалығым бар. Балаларға да ұнайды деген ойдамын. О, не жаңалық аяқ астынан? Енді болғанда аяқ астынан арзан бағада коттедж шығып қалды. Іші сырты бәрі керемет екен. Биік үйлерден қарағанда сол дұрыс емес пе? О, дұрыс болды. Бірақ этаж үйді алғанда вообще күшті болушы еді. Негізі жақсы болыпты. Балаларың соған бола бір-бірін жеп қойын деп отыр ғой. Ал ендеше қуана берсендер болады. Сендерге сюрприз. Неужели? Ешқандай да сюрприз емес, мен осында қалғым келеді. Маған да қызық болып тұрған жоқ. Істеді ғой олар. Айтпақшы,
тамағын дайын ба? Иә? Мен киімді ауыстырып келейін, ә? Иә. Ал, келіңдер. Мына жер ма? Е, осы жер. Біртүрлі ғой. Айсу жетеді енді не дауылы бола бермес. Арманыңды орнатпесе де жақтырмадың ғой. Болды осы Айсұлу. Не болса да қалаға келгенімізге рахмет айтайық. Иә, болды енді. Шегінерге жол жоқ. Жайға сайық енді. Біздің үйімізге тағы біреулер ұқсас кіріп алды. Бұларды да өз еркімен кетуге мәжбүрлеуіміз керек. Әйтпесе ешкім бізді елемейді. Тағы да құбыр жоқ ойын ойнайтын боламыз ба? Иә, дайын болыңдар. Жарайды. Бірақ мен олармен достасып ойнағым келеді. Олай болмайды. Әкемізден қалған үйден айып қаламыз. Нұрай, ауаны тыңдайық, жарай ма? Бәрі жақсы болады. Жарай, түсіндім. Жеке жататын төсек жоқ болғаннан жаман екен, иә, бірақ жақсы екен. Маған ұнады. Енді уақытша осылай жата тұрмызға тура келеді. Мен де жеке төсегім болған қалаймын. Ана жақта бірлер күліп жатыр ма? Көршілер сияқты. Қайда көршілер? Бізде тақалып тұрған жоқ қой. Аналардың дауыстары сағыныш шығып жатыр ғой. Қойындаршы болды, одан да ұйықтайық. Не болды? Бәрі дұрыс па? Білмеймін, қасында біреу жүргендей болды. Қорқынышты түс көрген жарсың. Түсті үлкен боға ештеңе етпейді, жақсылыққа зорып қой. Жарайсың. Егер сенің жасың 7 мен 16 жас аралығында болса, және сен танымал актер болуды армандасаң, біз сенің арманыңды орындаймыз. Қазақстанның танымал актерлармен бірге бір киноға түсесің. Ол үшін сенің атанаң төмендегі номерге хабарлассын. Казпродакшн киностудиясы сенің арманыңды орындауға дайын. Сендерде тұрып алғансыңдар ма? Біз тез жұмысқа кетіп бара жатырмыз, асығыспыз. Сондықтан өздерің таңғы асты бір нәрсе қылып демдеп жеп алыңдар, жарай ма? Я, мама. Жаным менің. Рахмет. Айсұлу. Мына ақша. Дүкенге барып балаларға бір нәрсе алып дайындап бер, жарай ма? Неге мен дайындай берем бұларға? Өздерінің қолдары бар ғой. Айсұлу, сен қыз емесің ба? Сен дайындамағанда кім дайындайды? Үлкенім сен болғасын дастархан дайындау сенің міндетің ғой, Айсұлу. Айсұлу, қойшы енді. Демдеп бере сал, иә? Жақсы. Ал, жақсы. Кеттік онда біз. Давайте, аш қалмаңдар. Жүріңдер енді дүкенге барып келейік. Біз Серхан екеуміз қала берейік. Алина екеуін бара беріңдер. Бәріміз бірге барақ та. Жүрші, Алина бармаса қойсын.
біз балымызды алып жейміз оның орнына. Аттарың білсін еді, өздерің күресіңдер ғой. Жүр, Алина, киімімізді ауыстырып қайтайық. Аны кімдер? Аны Мен сендерге не дедім? Шұбай бермей тыныш отырыңдар дедім ғой сендерге. О, келіндер ма? Не болды сендерге? Қарным ашып кетті. Бізге балымызды алған жоқсыңдар ма? өзімізге де алған жоқпыз, ақша жетпей қалды. Үйде жүрген балалар кімдер? Қайда? Сенде бір не болды? Жаңа ғана ана бөлмеге кіріп кетті ғой. Білмеймін, өз басым ешкімді көрмедім. Жүріңдер, көріп керек. Не, ешкім жоқ. Біз Айсұлу екеуміз өз көзімізбен көрдік. Осы бөлмеге кіргенін. Ой, қорыққанға қос көрінеді дегендей болған шығар. Жарайды, одан да шай ішейікші. Жүр. Кетік бойымызды өлшейік. Қарасай, мен ұзынырақпын. Қайдағы мен үлкендірікпін ғой? Ой, болды, қарасай айнаға. Онда біреу тұрғандай болды ғой? Иә. Жарайды, кеттік. Айсұлу, сенесің ба? Бағына Шерхан екеуміз шай айтқан балаларды көрдік. Біз айтқанда сенбеп едіңдер ғой? Олар іші бірден жоқ болып кетті. Бұл жерде бір нәрсе дұрыс емес сияқты. Неге? Мен ойымша, олар елестер деп ойлаймын. Елестер, оны біреуге айтсын сенбейтін шығар. Не болып жатыр ана жақта? Жүріңдер, барып көрейік. Анам сағындым, мен омен кездескім келеді. Оны қайтесің? О бізді керейтпей тасап кетті. Мен оны жек көрем. Сен өтік айтасың, ол біз жақсы көреді. Мені тыңдаңдар, мен сендерге бір нәрсе айтам. Не болып жатыр өзі? Олар тірі адамдар емес сияқты ғой. Папам оларды оятып айтамыз ба? Керек емес, қайтесің? Я өзіміз аяқтап алайық. Анау бізді тыңдап тұрған сияқты. Анау жоқ қой. Кетіңдер бәрі бұл жерден. Бұл біздің үйіміз. Мыналар кімдер өзі, түк түсінбедім. Дауыстары да қорқынышты екен. Бұл жерде бір нәрсе дұрыс емес сияқты ғой. Мұнда бір гәп бар. Папа мамаға айтақшы дедім ғой сендерге. Олар өз көзімен бұл нәрсені көрмейінше сенбейтін екенін білесің ғой Айсұлу, керек емес. Дұрыстап ойлану керек.
Не болып қалды, тыныштық па? Пап, білесіз бе, біз кеше түнде үйден бір балдарды көрдік. Елестері ғой деймін. Осы елес дегенге сенбеймін мен. Мен де сенбейтін, бірақ біз кеше олардың аттарынан жүрген едік. Олар бірден жоқ болып кетті. Олар сендермен әшейін ойнаған ғой біреулер. Шынымен де олардың түрлері жайбаларға ұқсамайды. Мен қорқайын дедім бұл үйден. Басқа үй қарап көрсек қайтеді? Айсұлу, сен қызықсың. Қалаға көшек деп әкеңе әбден жалындың. Енді келдік, не қыл дейсің енді? Қандай сылтау мынау? Бұл сылтау емес, рас айтып тұрмыз. Сіздер кеше не болғанын өздеріңіз көргенде солай айтпас едіңіз. Айттым сендерге, мама мен папаға айтайық деп. Осы бір нәрсе шығармай тыныш жүріңдерші. Бұйырған үй осы. Басқа үй жоқ сендерге. Сіздер бізді түсінбейсіздер. Өмірі бір нәрсе айтса, артқа тартып тұрасыздар ғой. Болды деймін сендерге. Сендердің мақсаттарыңды қолдап осында келген жоқпыз ба? Ой, керек емес етіп қолдағандарыңыз. Бір сөзімізге сеніп тұрған жоқсыздар ғой, өтірік деп. Сендердің мүлде қанағаттарың жоқ, Сөз таластырады еще бұлар бізбен. Тілдерің тартып сөйлеңдер. Қайрат, кетейік, жұмысқа асығыспыз. Ане, сендер үшін бізге де сөз deyip кетті. Нұралы екен сағынданып отырсыңдар ғой. Алена дұрыс айтып отыр. Сендер екеуің данышпан болмай отырыңдар ше, сүттен ақ судан таза болмай. Не бізге дұрыс қой енді? Ай балдар келіңдерші бер. Осы үйде тұрасыңдар ма? Иә, жақында көшіп келгенбіз. Бұл жер қалай ұнап жатыр ма сендерге? Иә, бәрі жақсы. Қайдағы жақсы, ұнамайды маған. Оны не үшін сұрадыңыз? Жай бұл үйде әр адам ұзақ тұра алмайды. Не үшін? Бұрын мен бұл үйде тұрған едім. Кішкентай балдардың елестері кәдімгідей бізге тыныш бермей қойғаннан кейін бұл үйден көшуге мәжбүр болған. Сендер де байқаңдар. Жақсы сау болыңдар. Айттым ғой олар елестер деп. Дұрыс айтыпсың, Алена. Ана кісі спокойно айта салды ғой. Не болып кетті өзі? Одан да ішке кіріп топ алып шығыңдар, кішкене сыртта ойнап ес жиып алайық. Өзің барлыққа қорқып тұрсың ба? Қорықпасаң кірсе өзің. Мойындайын, ана кісі айтқан соң үйге кіруге аяғым тартпай қалды. Алина, сен барып келші. Қойшы, мен бармайын. Нұрал кішкене ұялсыз қайтса, сен де ағам бар деп жүр ғой енді. Соны айтам, кішкентай болды, мені жұмсаған емес. Күшеттіңдер өзіме қалыпсығап. Бұсымнаш доп ойнайық. Тұл, Шерхан, шошып жүрдің ғой адамды. Кеттік топ ойнайық. Аналар бізге тағы қарып тұр, жүрінде өз қастарына барайық. Қой, Шерхан, керек емес. Не істейін деп едің оларды? Ұстау алып та сөйлесейік енді, осы қорқып жүреміз ба? Мен бармаймын, өздерің бара беріңдерші. Мен де қорқам. Қорқсаңдар, мұнда қалыңдар, мен өзім барам.
Газ. Иә, не болып қалды, тыңдап тұрмын. Саламатсыз ба? Саламатсың ба? Не ғой аға, біз аңдан көшіп келгенбіз ана үйге. Иә, қуаныштым. Содан. Бізге бұл үйде бұрын кім тұрғанын айтып берсеңіз. Ол үйде кім тұрған білмейді екенмін. Өзім де көшіп келгеніме көп болған жоқ. Бұл үйде кішкентай балалардың елесі бар екен. Соның аналарын табу керек болып тұр. Қайдағы елес? Кішкене қиялдаудың да орны болу керек қой. Лучше бар, ойнаңдаршы бар. Бар. Давай, ступай. Сәлеметсіз бе, әкке? Сәлеметсіңдер ме? Біз анау үйге көшіп келгенбіз. Сол үйде бұрын кім тұрғанын айтып бере алмайсыз ба? Не болды? Елестер тыныштық бермей жатыр ма? Я, сіз оны қайдан білесіз? Елдердің ол елестермен алысып келе жатқанына біраз жыл болды. Я, сол туралы бізге айтып бере аласыз ба? Қысқасы Әпкетай, бізге сол елес балалардың анасын табуымыз керек. Жарайды, айтып берейін. Онда үйге кіріп асықпай әңгімелесейік. Сендер қайда жүрсіңдер? Естің бәрін ашық қалдырып. Біз алдында сіздерге айтқан елестердің аналарын таптық. Елес несі? Аналар несі? Сендерге не болған? Біз сіздерге алдында ескерткенбіз. Рас айтып тұрсың ба, Нұралы, Айсұлу? Иә, рас. Біз оның қайда екенін анықтап біліп алдық. Ей, сен кіммен сөйлесіп тұрсың? Есіктерінен адастыңдар ма сендер? Олар неге олай деп жатыр? Бізді көнбей тұр ма? Я, сендер оларға көрінбейсіңдер. Неге? Ол қалай сонда? Сендер көресіңдер, ал олар көрмей ме? Өткен сендер қайттағы адамсыңдар. Сонда біздің анамыз көргені еш пайдасы жоқ па? Біздің анамыз мына кісілер сияқты бізді көрмейді ғой. Енді барлығы дұрыс болып кетер деп сенейік. Қайрат, біз негізі қалаға бекер көшіп келдік ау деймін, иә? Мына не істеп тұр, мыналар көріп тұрсың ба? Мен қорқайын дедім. Өзімді түсінбей тұрмын. Сендер өтірік айтып тұрған жоқсыңдар ма? Бізге алдап, келісіп алған жоқсыңдар ма? Ой, жоқ. Сіздерге осыншалықты өтірік айтатындай шын емеспіз ғой. Бізге қашанға дейін сенбеңдер екенсіздер. Аналарын осында. О, мына жерде не істеп жүр? Жынанып кеткен соң осы жерге алып келген екен. Ол сендерді сағынып қатты құса болғанынан есінен азасып кеткен дейді. Қойшы қайдағын айтпай, сағынса үйге келмеді ма? Ала, расымен солай шығар. Енді ішке кіріп барлық мән-жайды аналарынан сұрап көрейік дедік. Кіріңдер.
Мен кінәлімін. Мен кінәлімін бәріне де. Мен ақымақтық жасадым. Мен кінәлімін. Құдайым-ай, мені кешіре көш. Құдайым-ай. Менің кесірімнен олар көз жұмды ғой, Құдайым-ай. Мен кінәлімін. Мен кінәлімін. Анашым. Сендер кімсіңдер? Анашым, бұл мен ғой Нұрай, естейсіз бе мені? Сізді қатты сағындым ғой, мама. Алан бізге сізді жаман деді, бірақ мен оған сенген жоқпын. Анашым, сіз мені естіп тұрсыз ба? Кімсіңдер? Біз осында сіздің балаларыңызды алып келдік. Жоқ. Олар қайтыс болған. Олар менің кесірімнен қайтыс болған. Сіз неге бізді тастап кеттіңіз? Менің кесірімнен. Мен бәріне өзім кінәлімін. Мам, сіз мені естіп тұрсыз ба? Мен кінәлімін. Олар неге бізді тастап кеттіңіз деп сізге сұрақ қойып жатыр. Жауап беріңіз, олар сізді естіп тұр. Сіздің балаларыңыз осында тұр, бірақ сіз оларды көрмейсіз. Сондықтан мән-жайды айтып беріңіз. Білесің бе? Біздің жағдайымыз өте ауыр болды. Қарызы менің басымнан асып кетті. Мен 2 жерде жұмыс жасадым. Менің үйімде бар ғой, балаларыма тамақ беретін ешқандай жағдай болған жоқ. Олардың қарындары аш болатын. Сол кезде. Алло? Иә, тыңдап тұрмын. Айлық түсті ме? Жақсы болды ғой. Қазір барсам болады ма? Жарай, онда жақсы болды. Қазір келем мен. Алан, балауса, Нұрай. Таңғастарын дайындадым. Өздерің салып ішерсіңдер, иә? Мен кеттім. Мен сол сәтте қуанғанымнан барлығын ұмытып, балаларымды тәтті тағамдармен бір тойдыратын болдым ғой деп, алдартыма қарамастан ақшаға жеткенше асықтым. Содан балаларымның сүйікті тәттілерін алып үйге келсем, балаларым, жүректерім, жан тапсырыпты. Нұрай, балауса, Нұрай, не істедім мен? Балауса, Нұрай, көзіңді ашы, жаным, көзіңді ашы. Балауса, не істедім мен, не істедім? Алан, балам, Алан, көзіңді ашы, Алан. Не істедім, Алан, балам, көзіңді ашы, Алан. Апай, қиын жағдай екен. Балаларыңыз міне сізді көріп, естіп тұр. Алан, баласа, Нұрай, сендер оны кешіресіңдер ғой, иә? Жақсы, мен түсіндім. Кешірдім оны. Негізі анам жаман адам емес екен ғой.
Айттым ғой сендерге, анамыз бізді жақсы көреді деп, сендер болса сенбейсіңдер. Олар сізді қатты сағынғанын және жақсы көретіндерін айтып жатыр. Мен де оларды сағындым. Олар менің барымда, нарымда солар болатын. Тіпті бар ғой, мен өзімді соншама қатыгез, күнәһар сезінетінмін. Менің әрбір түнім құсадан өтетін. Олардың әрбір қылықтарын еске алмас үшін мен бар ғой, тіпті үйімді де сатып жібердім ғой. Олар мені кешірсінші. Кешірсінші мен, олар кешіріңдерші. Анашым болды мен бәрін түсіндім. Біз бар жаққа қайта алмай жүргеніміз, себебі өзіміз кінәлі екенбіз. Біз сізді кешірдік, сіз де бізді кешіріңіз, анашым. Анашым, мен сені қайта түсініппін. Ағаң сізді түсінді. Енді біз сіздің қасыңызда боламыз, уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Естіп тұрсыз ба? Нені? Олар сізді кешірді, енді сіздің қасыңызда болатындарын айтып жатыр. Жандарым сол. Олар мені кешірсінші. Біз сізді кешірдік. Жүріңдер, сыртқа барып сөйлесейік. Жарайды апай, сау болыңыз. Не болды, мәссіңдер ғой? Пап, мам, сіздерді қатты жақсы көреміз. Солай ма? Солай, мам. Мен осы күнге дейін жасалған қателіктерімді енді байқадым. Сондай ақымақ болыппын ғой. Біздің кейде біліп, кейде білмейміз жасаған кемшіліктерімізді кешіріңіздерші. Мыналарға не болған, тыныштық па? Әлде тағы да бір нәрсе бүлдіріп қойдыңдар ма? Жоқ па, бәрі дұрыс. Орша уақытқа дейін сіздерді тыңдамай дауыс көтеріп келді ғой. Енді оның бәрі дұрыс емес екендігін айыптарсын кесуін сұрап жатыр. Солай ма? Енді аналарын кешірсе, мен де кешірем ғой. Ол кешірмесе ше. Кешірмесе, кешірткіземіз. Ал, Айгүл ханым, сіз не дейсіз? Қайрат не десе, соған қосыламын. Әне, болды ғой. Мәселелерін шешілді ғой. Біз сіздерді қатты көреміз. Алтындарым сол. Біз де сендерді сондай қатты жақсы көреміз. Бір нәрсе айта салайыншы. Бір-бірімізді барымызда бағалайық. Кейін өкініп қалмайтындай. Жандарым сол. Бірақ о бізді тастап кеткенімізді Ой, блин, попроще айта бер. Оны сағынған тек қана сендер емес. Бірақ оның бізді тастап кеткеніңді жаным жай таппай кетеді. Түсінем сендерді. Бірақ оның бізді тастап кеткенін ойласам, бірақ ол бізді тастап кеткенін ойласам, жаным жай таппай кетеді. Оның бізді тастап кеткенін түсінем сендерді. Бірақ оның Жаным жетеді енді жылап емек, жылаған сайын өзімізге ауыл тиіп жатып. Жаным жетеді енді жылап емек, жылаған сайын өзімізге ауыл тиіп жатып. Жаным жетеді енді жылап емек, жылаған сайын өзім. Жетеді енді. Жылап емес, жылаған сайын. Жаным жетеді енді жылап емек, жылаған сайын өзімізге ауыл тиіп жатып. Көзіне қарап кешіріңіз.
Жаным жетеді енді жауап бермекші болған сайын өзімізге ауыл тиіп Асықпайықшы. Жаным жетеді енді дегендің не? Өтір қоймақ па? Давай. Жаным жетеді енді жауап бермекші болған сайын. Жерге қарап айт, жерге қарап. Асықпайды. Жаным жетеді енді жауап бермекші болған сайын өзімізге ауыл тиіп жатыр. Жетеді енді деген. Өтір қойшы кішкене. Жаным жетеді енді. Айсұлу жетеді енді не дауа бола бермес. Тұр, қимылдама. Айсұлу жетеді енді не дауа бола бермес. Так, еще раз. Айсұлу жетеді енді не дауа бола бермес. Айсұлу жетеді енді не дауа бола бермес. Айсұлу жетеді, блин. Айсұлу жетеді енді. Қимылдама. Айсұлу жетеді енді не дауа бола бермес. Мен де өзіме де ертегідегі сияқты жеке қанжайымдегі сияқты жеке төсегім болған қалаймын. Мен дұрыстап айта қойсын. Мен өзіме де ертегідегі сияқты қанжайымдегі сияқты жеке төсегім болған қалаймын. Мен өзіме де ертегідегі сияқты қанжайымдегі сияқты жеке төсегім болған қалаймын. Мен де жеке төсегім болған қалаймын. Мен де жеке төсегім болған қалаймын. Әкеңе, тек қана әкеңе қарамақ ма? Жан-жаққа қарама, тағы рет айта қой. Асықпа, Алина, бәрі болады. Етіп күлме. Қорқып кетсе, қорқып кет. Давай. Асықпа, Алина, бәрі болады. Ей, күлме. Қорқ. Алина, қорқса бейт. Асықпа, Алина, бәрі болады. Ей, күлме, Алина. Еще раз. Асықпа, Алина, бәрі болады. Ана жақта бірлер күліп жатқан сияқты. Көршілер шығар. Давай, еще раз. Айсұлу, сен қыз емессің ба? Сен дайындағанды кім дайындайды? Үлкенім сен болғасын, дастархан дайындау сен білетін ғой, Айсұлу. Сен дайындамағанда деп айтсайшы. Давай, еще раз. Айсұлу, сен дайындамағанды кім дайындайды? Үлкеніміз сен болғаннан кейін. Давай. Айсұлу, сен қыз емессің ба? Сен дайындағанды кім дайындайды? Деген сөзді айт. Айсұлу, сен қыз емессің ба? Сен дайындамағанды кім дайындайды? Үлкенім сен болғасын, дастархан дайындау сен білетін ғой, Айсұлу. Тағы да көріп ба? Ана кісі спокойно айта салды ғой. Не болып кетті өзі? Еще, бір, екі, кет. Не болып кетті өзі? Одан да үйге кіріп доп алып шығыңдаршы. Өзім бар ғой. Өзім бар. Итерме. Не болып кетті өзі? Одан да ішке кіріп доп алып шығыңдаршы. Кішкене сыртта ойнап ес жиып алайық. Енді бізге бұрын сол үйде кім тұрғанын туралы айтсаңыз. Тоқта қайтан айтасың бағым? Бұрын сол үйде кім тұрғанын айтып берсеңіз. Енді бізге. Енді бізге сол үйде кім тұрған. Енді бізге сол үйде бұрын кім тұрғанын туралы айтып берсеңіз. Жоқ, қайтесің. Енді ішке кіріп барлық ман-жайды аналарынан сұрап көрейік дедік. Сәлем достар, Кас Продакшнның кастингіне келіңіздер. Бізбен бірге үлкен киноға түсіңіз. Өз мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар.